Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Егер уақытыңыз болса, кез келген азық-түліктен бетті жақсартатын нәрлі жақпа май жасап алуға болады. Оқырманыммен ең пайдалы деген құпия жақпа майлармен бөліскім келіп отыр. Бірінші, көпірту мен араластыру. Бос уақыты бар адам үйде жүргенде лимон мен жұмыртқадан жақпа май жасауына болады. Жұмыртқаның ақуызын бөлек аламыз. Оны жақсылап көпсітіп шайқаймыз. Бірнеше тамшы лимон шырнын қосамыз. Сосын бетке жағамыз. Сәл кепкен соң екінші қайтара жағамыз. Жақпаны бетте 10 минут ұстаймыз. Сосын бетті жылы сумен жуамыз. Бет терісі жып-жылтыр болып шығады. Екінші, қиярдан жасалған жақпа май. Қиярдан да түрлі пайдалы жақпа майлар жасауға болады. Ол үшін қиярды үккіштен өткіземіз. Ақ немесе көк топырақпен дәріханада сатылады. Араластырамыз. Дайындалған жақпаны бетке жағып 15 минутқа қалдырамыз. Сосын салқын сумен жуып тастаймыз. Бұл жақпа май беті майлы әйелдерге де аса жағымды келеді. Бетті ылғалдандырып жылтыратады. Үшінші, қалдықтан да пайда бар. Кей әйел заты үнемшіл келеді. Қыстан қалған майлы кремді тастауға обалсынатындар үшін мынандай үлгі ұсынамыз. Крем қалдығын лимон сөлмен араластырып бетке жағыңыз. 15 минут күтіңіз. Сосын тоникке салынған мақталы майлықпен сүртіп алып тастайсыз. Бет терісі бірден демалып қалғаны байқалады. Төртінші, қор сақтаудың зияны жоқ. Қолдан жасалған құнарлы жақпа майды артығымен жасаудың зияны жоқ. 100 грамм қаймаққа 1 шай қасық желатин салып араластырып қойыңыз. Сосын оны жай отта ақырындап қыздырыңыз, бірақ қайнатпаңыз. Араластыра отырып, бар болса 1 шай қасық глицерин және 1 шай қасық сұйық бал қосамыз. Жылыдай жақпа майды бетке жағамыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл жақпа майды тоңазытқышта сақтауға болады. Белгілі бір жерге бару керек болған кезде жақсы көмектеседі. Алып жылтыңызда бетке жағып, баратын жерге лезде дайын болыңыз. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.